Так, ауылға келіп қалдық енді. Енді оны дизельден нені сатып алу керек, кузницаны. Так, осы жаққа қояйын ба? Қоя салайын осы жаққа қазір. Түсейін. Енді анау братаннан сатып алайын енді үйді. Как раз 9 миллион екен. Барса екен. Так, осыны Мустанг алғасын көречім. Барай енді. Так, мына үй қояп. Осы үй қояйын. Жаман емес, пойдет. Ауыл деген осындай, достар. Короче, осы ауылға көшіп келгенсің ғой, достар. Осы сияқтан бір кузнец сатып алайын деген ана ауылдан көшті мен та. Ассалаумағалейкум, братан, сіз ба не үй сатып атқан? Мен ғой мен. Мен сол ауылға келгенмін ғой сон. Бұл кез ақша сізден наличка ма? Наличка ғой менде. Сол береміз енді сол. Сол 9 миллион ғой, Бөйім. Болды ғой, 9 миллион күз берейін өте. Так. Нормально сияқты үйже. Пойдет, осыған лақтырған ғой, Лақтыра бай сол, ала қозым. Солай осы, санап аласы ба өзіңіз? Бұл. Главный 9 миллион ғой, Алып кете береді ғой. Короче. Айтына үйдің документін тастап кетті ғой. Мен яқты көшіреген яқты сындырып бәрін. Дұрыстап. Көшіп кеткенде дұрыстап болғанда кеше ана үйді сап жерім. Короче, 25 миллионға, достар. Сөйтіп 9 миллионға басқа ауылда осындай кузнец алғанбыз ғой, короче. Басқа ауылды көру керек қой, сол бір ауылда тұра беріп. Сайбан ұшып кетті, короче, айтқанда ше. Мына салсайын, машинаның кілтін, документтің бәрі, телефоным. Так, енді. Не істейміз енді, ауылды бір көріп қайтсам ба деп тұрмын ше, достар. Так, ауыл пойдет неге ше, осындай қара Мустанг алғасын, достар, короче. Бартан мәселем, достар, сізіне бірге мен Данил және бүгінгі видеода көріп тұрғандарыңыздай үй сатып алған болатын, кузнецта, яғни осы ауылдан. Өздеріңізден не жаңағы видео түсінбей кеттім көп. Кешірім сұраймын, енді ол кезде телефон бұзылып қалды деген сияқты. Сондай проблемалар болды енді. Ал енді күнде видео шығаруға тырысатын болам. 1 сентябрь құтты болсын, бірақ бір жағынан құтты болмасын деп айтуға да болады. Неге тез уақыт өтіп кеткенін білмеймін енді. Көреміз енді. Алдан нормально болады деген ойдамын. Ауылдан яқта грядка бар екен, яқта жұмысқа тұрып алсам ба деп тұрмын ше. Мен ертең мэрге барып сұрайын, танысайын ауылдың тұрғындарымен. Не болады екен яқта? Жұмысқа тұрып алу керек, оказывается ше. Так, братан, сіз не осы яқта жүреміз бе? Мен сол үй сатумен айналысам ғой. Сонымен айналысасыз ба? Жақсы, өсіне жедел екен ше. Так, мына да үйлер алу, жедел үйлер, пеш болу ғой. Қайта берейін лучше ше. Так, мына мердің ертең барып жұмысқа тұру керек ше. Ұйықтасам ба, не істейін енді? Мынандай Мустанг алған достар, короче. Қызыл Мустанг қой негізі, бірақ қараға эстоға барып қараға боятып алған сол. Жодан ақиқат па? Нормально ма? Мустанг. Енді басқаша боятып көкке боятайын білді, достар. Комментария жаза кетсеңіз, Мустангта көкке боятайын ба? Іші осындай, ішкі салоны, механика, коробка. Осы жақындап менде машина. Үйрендім машинады білемін. Так, енді ұйықтайын бе? Кеш батып кетті ғой. Енді ұзақтау жол жүрдім, енді қатты ұзақ емес, нормально енді. Ұзақтау енді, бірақ болады әйтеуір. Так, не істесем болады екен? Ішім пісіп бір ұйықтай жерім бе әлде? Бірақ жол жүріп келдім ғой, шашадым ғой. Көрші тағы не бар ма? Ой, скелет. Ұйықтай жерім тыныш қана. Ой, көрсін. Шаршап келдім ғой. Так,